Ассалаумағалейкум, армансыз, сізге сұрағым. Қазіргі жалпы жастар көшеде бір-бірімен қыздармен болса да қол ұстасып жүруде және бір-бірімен құшақтасып тұруда. Жалпы өзімізге белгілі нәрсе. Осыған шариғатымызда не дейді, дініміз қалай жауап береді осыған? Осы жайлы кішкене тоқтап кетсеңіз. Енді негізі бар ғой. Көп жерде өздеріңіз білесіздер. Мен енді жоғарыда жаңалде айтып кеткенде, ол енді біздің барлық ағаларымыз ондай емес негіз. Зиялы, парасатты, өнеге алатын кісілер де бар. Сол кісілерге құлақ салып қараңыздар, телевизорда айтып жүрміз. Осы расында да агент деген бәле болды деп. Оның зияндығында айтамыз. Қазіргі жастар, мысалы, махаббатпенен бірге жүріп, көріп аламыз дейді. Сол алдамшы сезімменен, яғни ақылменен, қадімгідей шын пейілменен бармайды ол нәрсеге. Жай көңіл көтеруге ғана жолығады. Сөйтеді де ұрынады. Ертең үйленгенде сосын бір күнде тұрмай ажырасып жатады. 4 жылдап тұрып жатқандар бар. Бірге жүріп жатырмыз. Бір-бірімізді танысайық, танıyық деп жүрміз дегендер бар. Дінде махаббат жоқ деп ойлайсыз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам махаббаттың куәләрінің бірі Хадиша деген анамыз болды. Сол кісінің жары. Сол Хадиша анамызды пайғамбарымыз сүйгенінің бір мысалын айтқым келіп отыр. Бір күні сахабалар менен, жандағы жолдастары менен пайғамбарымыз тұрса, бір қарт ана өтіп баратыр екен. Енді пайғамбарымызда жасы әжептәуір кісі ғой енді. Бір қарт ана өтіп бара жатыр екен. Сөйтсе пайғамбарымыз дереу тоқтай салып, ана жандағы адамдардан кешірім сұрап, шетке шығып, өзінің тонын жерге төсеп, әлгі кісіні отырғызып, жанына отырып, біраз сөйлесіп, күліп, кішкентай көзіне кейбір кездерде жас та алып, сөйтіп біраз отырып қапты. Сонан соң шығарып салыпты. Сосын әлгі кісілерге келіп айтыпты, бұл кісі Хадишаның досы еді депті. О кезде Хадиша анамыз дүниеден өтіп кеткен кез ғой. Хадишаның досы еді. Бұрынғы Хадишаның бар уақытын еске түсіріп, бір кішкентай күлісіп алдық деген екен. Әлбетте жылады да ғой енді. Сонан Айша анамыз бар, басқа әйелі. О кезде жастау, қызғаныпты. Сөйтіп, сол кәрі өліп кеткен сүйегі тозып топырақ болған кісіні айта бересіз ба депті. Сонда пайғамбарымыз ашуланып қапты. Қатты ашуланып, мен ешкімнен қолдау таппай осы дінді иығыма арқалап келгенде жаныма жолдас болған ең бірінші ер азамат емес, бәлки сол менің жарым, әйел кісі, дінді ең бірінші қабылдаған кісі Хадиша болатын. Менің 6 перзентімді дүниеге алып келген сол Хадиша болады. Маған ақылшы болып, қысылғанда жаныма бірге туыңды бірге көтеремін деп, көтер алмаса да ынта танытқан сол Хадиша болады деп ренжіп қалыпты. Содан бұл кісінің ренішін байқап, кешіріңіз, мен білмей қалдым деп жанына былай, жаңағыдай өзінің айыбын қалай жусам екен дегендей қолынан ұстаса, пайғамбарымыз айтыпты, мен кешіремін ғой. Бірақ менен кешірім сұрамастан бұрын Аллаға дұға етіп, сол Хадишаның жатқан жерін жайлы қылсын деп тілек тілеші деген екен. Қараңызшы. Яғни о кісі өтіп кетті дүниеден, бірақ өмір бақи сүйіп өтті соны. Ол екеуінің арасындағы махаббатты молдаларымыз да неке қый деген кезде сөйтіп дұға тілек тілейді, қолын жайып. Алла тағала адам менен Хауа анамыздай, Жүсіп пенен Зүлайхадай, Мұхаммед пен Хадишадай махаббат берсін деп тілейді. Дінде де махаббат бар. Ол берік махаббат, екі дүниені жалғайтын махаббат. Бірақ жастарымыз кейде сол сезімге бір дұрыс емес сөзбен келеді, алдамшы нәрсемен келеді. Махаббат егер орнымен болса, орынды болады. Бірақ шекарасыз болса, әдепсіз болса, орынсыз болады.
біздің қазақта дәстүрімізде, мен дін бойынша айтайыншы, бізде мысалы ер мен әйел бір-бірінің қолын некесіз ұстамайды. Біздің қазақта да сондай болады. Мысалы, апайларымыз отыр, мектепте жүргенде қалай жүретін едіңіздер деп айтыңызшы сіздер оқығанда. Мысалы, бұл кісілердің қолын өздерінің мысалы класстастары ұстамайтын, беттерінен сүймейтін. Қазір ғой бет сүйіп қол алысатыны. Бұрын ондай болмайтын. Қол алғанда дірір ете қалады, болды, не деген анау қорқыныш сезім болатын. Қараңызшы, бірақ түсінесіз ба? Оның да пайдасы бар. Неге дейсіз ба? Қазіргі жастар енді ұлы сөзде ұят жоқ дейді. Кейбір жас семьяларда мысалы махаббат дейді да, қараса ол сезім бірнеше уақыттан кейін сөніп қалып жатады. Өйткені сол неден деп ізденеді адамдар. Жастардың ізденіп жатқандары да бар. Мысалы, бұл неден екен сондай? Болмаса 4 жыл бірге жүрдік, 3-ақ күн тұрдық, немесе 1 ай ғана тұрдық. Неге мұндай болды екен дейді. Қарасаңыз, Қазекең бекер айтпаған. Қызды жеңге бұзады, жеңгені теңге бұзады дейді. Қызға бұрын жігіт жеңгесі арқылы баратын, ортаға адам салып алатын. Қазір ғой бір-біріменен ешкімді салмай бірден сөйлесіп кетеді. Арада дұрыс емес сөздерде, ағаттық сөздерде кетіп қалады. Ал егер ортада бір адам куә болып отса, ондай артық сөз айтылмайды. Сөйтеді де артық сөз айта алмағасын, ішінде не деген ыстық нәрсе жинала береді, бірақ шыға алмай шетін ғана шығарып отыра береді. Ал ертең отбасы болғаннан кейін сол ыстық өмірінің аяғына дейін таусылмайды. Адамдар 50 жылдап, 60 жылдап отан құрғандығы содан. Ал енді қазір жастар ыстығының барлығын аузыменен айтып, ісіменен көрсете алмай өшіріп қойғаннан кейін, ертең отбасын құрғанда жоқ нәрсе қайдан шықсын, сол кей жоғалады. Сол үшін айтатыным, ол қыз бен жігіттің кездесуінде де әдеп бар қазақта. Жеңгесі болады, не басқа досы болады. Жеке екеуі кездеспейді. Сол арқылы кездесіп, сөйлессе, дұрыс сөз айтып. Абайдың сөздерін қараңыз, басқа кісілердің сөздерін қараңыз. Сондай жақсы сөздер айтылады. Бірақ кейбіреулер айтар, мен ол кісілердің сөздерін оқыдым махаббат жайындағы. Бірақ кейде енді біз ондай сөз айтамай қалатын сияқты боламыз дейді. Сол жайында мысал айтатыным, ұзақ айтып кетті демеңіздер. Анау араб елінде сондай бір ғазал деп айтады ғой, махаббат өлеңдерін жазатын ақын кісі болған екен. Кілең махаббат өлеңін жазады екен. Намазхан кісі. Бір Ләйлі деген қызды өз алдына бейне қылып, соны жазады екен, соны суреттейді екен. Сөйтсе, сол заманда бір жаңалдегі асханада Ләйлі деген қыз жұмыс жасайды екен. Ол қыз мен деп ойлайды екен. Сол өлеңнің барлығының егесі маған арналған дейді екен. Содан қызығып, себеп суреттегеннің барлық суреті өзіне келеді да. Жаңағыдай барлық суреті керемет келеді. Мына жерінде қалы бар десе де, сол бетіндегі қалы да сол оң жағында мысалда. Енді сон суретінің бәрі кегесін сол мен мынау деп ойлайды екен. Содан бір күні сол ақын әлгі асханаға келіп қалған кезінде жанына отырып, сіз осындай көп өлеңдер шығардыңыз. Жұрттың барлығының аузында жүр Ләйлі деп. Сол Ләйлі деген мен едім депті. Сонда әлгі ақын айтыпты. Мен өлеңде армандап, қиялдап жазған менен. Негізгі шын өмірде салауаттылықты жақсы көрем. Сондықтан екеміздің бұлай отырғанымыз дұрыс болмайды, деп орнынан тұрып кеткен екен. Ақын кісіде ұшқыр қанатты болады. Ақын кісі сол өзінің махаббат сөздерін жазған менен жастарға қуат болсын үшін ғана жазады. Ал бірақ ақыл көзіменен сондай жастардың мысалы арасындағы мәмілелерін кішкентай сезімге бой алдырмастан ақылменен, парасаттылықпен шешкендеріңіз жақсырақ болады.